Баршаңызға қайырлы күн, достар. Мен бүгін сіздермен осындай керемет дәмді тіске басар түрімен, яғни картопты драниктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді және өте тез дайындалады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл драниктерге қажет болатын ингредиенттер сіздердің ас үйлеріңізден табылатынына мен сенімдімін. Өйткені өте қол жетімді ингредиенттерден тұрады, және де бұны ингредиенттердің бағасын санап көргенде 50-60 теңгедей шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек болады 2 картоп, 2 пияз, 2 ас қасық ұн, 1 жұмыртқа және де тұз. Енді осы картоп пен пиязды үккіштен өткізіп алатын боламыз. Егер де сіздерде үй комбайны, яғни ас үй комбайны болатын болса, соны қолдансаңыздар болады. Уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Мінекей үккіштен өткізіп болдық. Енді дәміне қарай өз қалауларыңызша тұз қосасыздар. Содан соң бір жұмыртқамызды жарып, үстіне саламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болдық. Енді 2 ас қасық ұнымызды үстіне салып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Табамызда майымызды қыздырып қоямыз, орташа отқа қоямыз. Кішкене ғана осындай сұйық күнбағыс майын құйып аламыз. Енді жаңағы біздің картоптан жасалған драниктерімізді осылай қасықпен котлет секілді салып пісіретін боламыз. Осылай қасықпен өздеріңіздің қалауларыңызша формасын түзулеп қойсаңыздар болады. Содан соң әр пісірген драниктеріңізді осы табаға салып болғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып қойып пісіріңіздер. Әркімде әртүрлі уақыт кетуі мүмкін. Ең бастысы осынша нақты уақыт деп айтпаймын. Осылай астын қараған кезде қызару қажет. Содан соң аударып, тағы да бетін жауып пісіретін боламыз. Қанша драник шығатын әрине формаға байланысты. Менде осындай формамен 8 картопты драниктер дайын болды. Мінекей біздің картопты драниктеріміз дайын. Енді бұларды өзіміздің ыдысымызға салып аламыз. Бұл драниктер өте тез піседі, сондықтан да күйдіріп алмауға тырысыңыздар. Мінекей біздің картопты драниктеріміз толықтай дайын болды. Қаймақпен, майонезбен бере берсеңіздер болады. Осындай ас көкпен әсемдеп қойсаңыздар болады. Бұны екінші ас ретінде сұйық тамақпен қосып беруге, немесе жай ғана тіске басар ретінде, немесе гарнир ретінде балықпен, басқа да ет түрлерімен қосып берсеңіздер өте дәмді шығады. Сондықтан да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.